Қайырлы күн, құрметті Тіл Альянс арнасының көрермендері. Облысымызда мемлекеттік тіл саясаты бойынша жұмыстар тұрақты түрде жалғасын табуда. Осы орайда атқарылған шаралар туралы ақпараттық шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Ағымдағы жылдың 17 мамырында Қазақстан Республикасының тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында отбасымен бірге үш тілді үйренейік атты отбасылық тілдік бранчтың ашылу кезеңі өтті. Аталмыш жоба арқылы Екібастұз, Ақсу қалаларының және Шарбақты ауданының 90 адамнан тұратын 30 отбасы оқытылуда. Жалпы тіл үйренуге ниет білдірген отбасыларға ұйымдастырылған бранчта тыңдаушылар бос уақыттарын отбасымен бірге өткізіп, әрі тілдік және коммуникативтік дағдыларды меңгереді. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі тақырыптық сабақтар арқылы тыңдаушылар өздерінің сөздік қорларын толықтырып, мәдени тілдік құзыреттіліктері мен сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Баспа беттер арқылы да қазақ тілін үйрету мақсатында облыстық «Звезда прииртышья» газетінде кезекті «Изучаем казахский язык» айдары бойынша 2 жарияланым жарыққа шықты. Адам өміріндегі ең үлкен бақыт баланың қуанышы мен шат күлкісі. Бүгінгі бала елдің ертеңі, болашағы, ұлттың жалғасы. Сондықтан халықаралық балаларды қорғау күні балаларға барынша көңіл бөліп, оларға қамқорлық көрсету барша азаматтың парызы болып табылады. 1 маусым балаларды қорғау күніне орай Павлодар облысының мәдениет, тілдер дамыту және архив ісі басқармасының ұжымы Павлодар қаласының нөмірі 1 сәбилер балабақша бүлдіршіндерін мерекелерімен құттықтап, оларға жылы лебізін білдіріп, мерекелік тәттілер мен сыйлықтар тарту етті. Ертіс мәдениеті Instagram парақшасында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту тақырыбында дәстүрлі онлайн сұхбат алаңында Сарыарқа Самалы газетінің шығарушы редакторы Аяғанов Мұрат Қапанұлы қонақта болып, тілге қатысты өзінің ой-пікірімен бөлісті. Құрметті көрермендер, аталған шаралар алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасын табатын болады. Тіл Альянс арнасымен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.